Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Қазақша арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Полатқызы. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, аудио-видеоны, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Жылқы ұрлауды кәсіп еткен келіншек. Малдыбай атаның үйіндегі жиналыс. Біреулер аулымыздың шетінен жер алып, күйбеңдеп үй сала бастады. Өз басым алғашқыда оларға айтарлықтай мән берген жоқпын. Көшіп келген немесе енші алып бөлініп шыққан біреулер болар деп ойлағанмын. Өзім тракторымды тырылдатып, солардың жанынан күнде өтемін. Өткен сайын үй тұрғызып жатқандарға көз қиығымды салып қоямын. Бір байқағаным, құрылыс басында бір әйелмен 2 жас баладан басқа ешкім көрінбейді. Салып жатқан үйлері де үлкен емес. Құстың ұясындай ғана. Балшықты домбаздап қалай береді. Қабырғасы қарлығаштың ұясындай бұжыр-бұжыр. Таңертең трактормен шабындыққа кетіп бара жатқанмын. Ауыл шетіндегі жаңа құрылыс көзіме түспеді. Жақындағанда байқадым. Кісі бойы көтеріп қойған қабырғасы түгел құлап қалыпты. Бұлар неге құлатып тастады екен? Деп тракторымды солай қарай бұрдым. 4 қаданы қағып, төбесін қамыспен жаба салған, шәлінің жанындағы ағыл-тегіл жылап отырған топқа келдім. 2 бала жылағандарын қойып маған жәудіреп қарайды. Ал әйел егіліп жылауда. Амансыздар ма? Сабыр сақтаңдар. Не болды айналайындар? Дедім әйелге қарап. Ол менен жас көрінді. Салып жатқан үйіміз құлап қалды деді 10-11 жас шамасындағы бала. Екінші бала 7-8 жас шамасында екен. Мен домбаздап қалаған үйдің құлаған үйіндісін көзбен шолып шықтым. Үйдің ірге тасы да жоқ. Жерді де тегістемей, қалай болса солай қалаған екен. Айналайындар-ау, біреуіңді басып қалмай, аман қалғандарыңа шүкіршілік етіңдер. Адам үйдің қабырғасын осылай қалай ма екен дедім. Кім үй салып жүр дейсіз? Қара суық басталғанша қалқайтып бір баспана салып алсақ деген арман ғой, деп әйел де жылағанын тыйды. Бетін көзін сүртіп, ебіл-дебіл болып, шашырап кеткен шашын жүйіп, орамалын жөндей бастады. Мен күнде әрі-бері өткенде сендерге көз қиығымды саламын. Бас иелерін көрінбейді деп кідіріп қалдым. Иә, бас иеміз жоқ, ол өлген. Әйтпесе, шынашақта 2 баламен осылай жанығып нем бар? Деген әйел орнынан тұрды да, затан тұрыңдар. Құры зарланғаннан не пайда? Ешкім бізге үй салып бермейді. Ойраны шыққанның орнын тазалайық деді. Ол өлген деген сөзді нығырлай айтқанына қарағанда, күйеуі өлмеген. Әлдебір себептермен ажырасып кеткенін түсіндім. Айып етпеңіз, атыңыз кім дедім әйелге. Оны қайтесіз? Құда түсейін деп бедіңіз? Кеш қалдыңыз, көріп тұрсыз ғой. Құлындарымды, шұбыртып жүргенімді, деді ол қытыға сөйлеп. Құда түсу ойымда жоқ. Сендердің мынау құмға су құйғандай зая кеткен еңбектеріңе ішім ашып тұр. 4-5 жігіттің басын қосып, қол ұшын берейін деп едім. Әйел үнсіз тұрып, көз жасын бір сығып алды да, менің есімім Қалдықыз. Мынау жігіт менің арқа сүйер тірегім, үлкенім, Заттыбек. Затан дейміз. Екіншісі кішкентайым Серік. Үшеуміз үй саламыз деп әрекет етіп едік, көріп тұрсыз ғой, құлап қалды. Қол ұшын берейік деген сөзім әсер етті ме? Қамкөңіл әйел қайтадан босап, егіліп жылай бастады. Сіз босамаңыз. Жылап сықтап балаларды да
одан әрі әбіріштіп жібересіз. Мен бүгін жігіттермен ақылдасып көрейін, деп қалай сізге көшкенімді байқамай қалдым. Кешке үйге алып келген бір тіркеме шөпті түсірдім де, аулымыздың ақсақалы 80-де алқымдап қалған Малдыбай атамыздың үйіне бардым. Оған Қалдықыздың жағдайын айттым. Ол, мені сонда алып барыңдар деді. Қарияның немересі есік алдына көне болгасын көлдене тосты. Үшеуміз құлаған құрылысқа келдік. Қалдықыз қарияға иіліп сәлем берді. Бақытты бол балам, деп құлаған үйіндіні бір айналып шықты да, балам, қай жерденсіңдер, деп сұрады жас әйелге тікке қарамай. Ата, төркінім Өзбекстан жақта. Келін болып түскен елім Шеңгелдіде. Жағдайымыз болмай осында қоныс аударып едік. Ауыл әкімі осы жерді көрсетті. Қарағым, өмір деген солай болады. Қиындығы мен қызығы қатар жүреді. Тек мойымау керек. Бұл ауылда кімді арқа сүйеп келдің, балам? Ата, ешкімді танымаймын. Арқа сүйер ешкімім жоқ. Бұрын жолым түсіп, осы ауылдың үстімен бір-екі рет өткен едім. Сонда ауылдың көрінісіне қызыққанмын. Алла сол ниетімді қабыл алды ма? Қалбалақтап жүріп, осында келіп қалдым. Ниетің қабыл болсын, қонысың құтты болсын, балам. Қарағым, жаман жерге келген жоқсың. Ауылдың әкіміне жағдайыңды айтпапсың ғой. Айтпесе түсінігі бар жігіт. Қол ұшын беретін еді ғой. Жарайды, балам, бастарың аман болсын. Бізде бір қауым елміз. Жетім жесерді шеттетпейміз. Қарағым, қиналмаңдар. Үйді ауыл азаматтары жабылып салып береді, деді. Малдыбай атамыз кері қайтып келе жатқанымызда немересіне, қарағым, сен қазір әкімді және әрбір көшеден белді-белді бір-бір адамды біздің үйге шақырып кел, деді. Кешке әрқайсысы малдарын жайғастырып болып, жиналғанша әдеуір уақыт болды. Атамыздың кең ауласына біраз адам жиналды. Ауыл ақсақалының не үшін жинағанын түсінбей, бәрі аң-таң. Екеу үшеуден қосылып, күбір-күбір сөйлесіп отыр. Бір кезде ауыл әкімі: құрметті ауылдастар, атамыз бүгін бәрімізді шақырып, бас қосып айтар ойы бар екен. Сөзді атамыздың өзіне берейік, деді. Малдыбай атамыз отырғандарды бір шолып шықты да: қарақтарым, өздеріңе айтатын тосын әңгіме жоқ. Өздеріңде күнде көріп жүрген шығарсыңдар. Ауылдың шетіне буыны қатпаған 2 баласымен бір әйел көшіп келіп, үй салып жатыр. Әлгінде өзім барып көріп келдім. Салған үйі құлап қалыпты. Осы ауылда талай ер азамат бар емес пе? Жалғыз басты әйел мен жетімектердің тірлігін көріп жүрсіңдер. Неге қабырғаларын қайыспады? Неге қол ұшын бермейсіңдер? Деген еді, бәрі үнсіз төмен қарады. Көбісі жер шұқылап отыр. Ата, өзі жағдайын айтпаса, көмек сұрамаса, жігіттер қайдан білсін, деді әкім. Жігіттер қайдан білсін дейді ғой. Сен не тындырып жүрсің? Жер бердім, болды деймісің? Оның кім екенін, қайдан, не үшін келгенін, жағдайын неге сұрамайсың? Деп әкімге шүйлікті. Өзі сұрамаса, деп әкім күмжіліп қалды. Әкім ұйымдастырмаса, осы ауылда бұрын атқа мінген, менің өкшемді басып жүрген, мынау отырған Толыбай, Қойгелді, Сүгірәлі, сендер ұйымдастырыңдар. Анау көшіп келген бейшараларға асарлатып, баспана тұрғызып беріңдер. Бүгін осында ақылдасып, кім не істейтінін нақтылап, ертеңнен бастап іске кірісіңдер. Ата, шөп науқаны қызып тұр. Алдымыз жаз. Асығыс не?
Есік алдындағы 5-6 тұяққа жем-шөп даярлап алайық. Содан соң, деп бұрынғы бригадир сөйлеп келе жатыр еді. Малдыбай атамыз: "Ей, тек отыр. Бүйректен сирақ шығармай, жөніңді біл. Саған сөз кезегі жеткен жоқ. Шөп науқаны дейді ғой. Сен үйіңдегі келінмен бала шағаңа түгел шөп орып жүрсіңдер ме? Өзің қалма шаруаңнан. Келін барсын Асарға. Соқталдай жігіт болып қалған балаларың жүр әне. Итке көлеңке бермей. Соларды сал шөпке", деді қария кейіп. Бәрі үнсіз қалды. Қалай дегенмен, әкімнің аты әкім ғой. Сол үнсіздікті бұзды. Атамыз бәрімізге орынды сын айтып отыр. Рас, менің де кінәм бар. Ол әйелдің күйеуі жоқ, жесір екенін қайдан білейін? Ата, ренжімеңіз. Қатемізді жөндейміз. Ортамыздағы алтын қазығымыз, сіз аман болыңыз. Бүкіл ауыл жабылып, асар жасайтындай үлкен құрылыс емес, шағын 3-4 бөлмелі үй салып берсек болды. Қыш құйғанға 10-15 жігіт болса жеткілікті. Одан соң қыш қалағанға, үстін жапқанға адам керек. Оның бәрі қолдан келеді. Тек бір қиыны қаржы жағы. Есік терезе, еденге, төбесіне ағаш керек. Шатырына шифр керек. Сол үшін асырға шықпайтын, қолы тимейтіндер ақша құйса дұрыс болар еді, деді. Балам, сөзің өте орынды. Көп түкірсе көл деген. Кететін шығынды есептеңдер де көпке шашыңдар. Менің ойымша арзымайтын ақша шығады. Анау күнде ұрттап жүрген ащы суларыңды бір-бірте тыйсаңдар да біраз ақшаның басын құрайсыңдар, деді де іске сәттілік тілеп бата берді. Асарлатып үй салдық. Тіркемелі тракторы бар Қалдыбек екеумізге құм, тас, құрылысқа қажет заттарды тасу жүктелген. Күндіз шөбімізді орып, кешке қажет материалдарды тасимыз. Кейде зәру болса, күндіз құрылыс басында жүреміз. Сөйтіп бір жетінің ішінде болашақ үйдің ірге тасын құйып тастадық. Бұл кезде бір топ жігіттер қыш құйып болған. Қалдығыз алғашқы кездегіден өзгеріп шыға келді. Домбығып, ісініп жүретін бетіне қан жүгіріп, жайнап көздері күлімдеп, аяқ қолы жерге тимей зыр жүгіріп жүр. Әкімнің өзі күніге кешке құрылыс басында басымызды қосып, ертеңгі істейтін жұмысымызды пысықтап тапсырма жүктейді. Малдыбай ақсақалды немересі күніге бір рет көне болғасымен әкеліп, жұмыстың барысын көрсетіп қайтады. Арада бір апта өткенде үйдің қабырғасы қалана бастады. Адам көп жиналды. Әйелдер жағы ас әзірлеп, құрылыс басы мерекеге айналды. Қалдығыздың қос ұлы асаршылардың қолдарына су құйып, құлдыраңдап жүгіріп жүр. Бас аяғы бір айдың ішінде жарқыраған 4 бөлмелі үй тұрғызып, қоныс тойын тойлайтын болдық. Тойға қайтадан ақша жинап, мал сойылып, дастарханға қажет ас ауқат асылды. Жігіттер жағы қариялардан жасырып, ащы шайларын да алдыртып, оларын үлкендерге білдірмеу үшін аққұманға құйып, жымың-жымың күліп жүр. Мол дастархан жаңа үйдің алдына жасалды. Ауыл адамдары түгел жиналды десе де болады. Қариялар аруақтарға Құран бағыштап бата берді. Ауылдастардың үйімшылдығы айтылып, бұдан былай да осындай ынтымақты бірліктен қол үзбеуге бәтуа етісті. Қуанышы қойнына симай тебіреніп тұрған Қалдығыз дастархан шетіне шықты да: "Қадірлі көпшілік, мен бүгін өмірімде тұңғыш рет шын бақытқа ие болып тұрмын. Мені сондай бақытқа жеткізген мына сіздер. Сол үшін сіздерге ризашылығымды білдіріп, бас иемін", деп еңкейіп, тізесін бүгіп үнсіз тұрып қалды.
Әйелдер жағы көздеріне жас алды. Қалдықыздың қос жанарынан жас тамшылары төгіліп, тоқтайтын емес. Ол басын көтеріп: «Ата, ең үлкен ризашылығымды сізге білдіремін. Аллаға әумин деп сіздің жасыңызды, сіздің дана ақылыңызды анау қос перзентіме, жалпы осы ауылдың балаларына берсін», деді де Молдабай ақсақалдың алдына барып тізерлеп отырды. Сосын қарияның шапанының етегін сүйді. Отырғандар қол шапалақтады. Қайтсын енді, риза болғаны ғой. Өзі әбден қиыншылық көрген жанау. Ой бәрекелде. Жөн жоба іззетті білетін жан екен, айналайын. Қалдықыз жарайсың деп жан-жақтан гуілдеп отырғандар жас әйелге риза болып қалды. «Қарағым, бақытты бол, көсегің көгерсін», деп Малдыбай атамыз әйелдің маңдайынан сипады. Қоныс тойдың иесі қайтадан өзі отырған орынға барды да отырғандарға қарап: «Қадірлі ағайын, сіздердің бұл жақсылықтарыңды мен өмір бойы қайтара алмайтымды білемін», деп сәл кідіріп қалды. «Ой айналайын, Құдайдан қайтсын. Сен де біздің бір баламыз болдың», деді қариялар. «Сіздер кімге үй салып беріп, кімді жарылқағандарыңызды білмейсіздер ғой. Мен өзімнің кім екенімді сіздерге айтуға тиістімін. Айтпай-ақ қойғым келді. Бірақ ақ пейіл адал жандардың алдында ағымнан жарылуға бел байладым. Одан әрі өздеріңіз шешіңіздер», деді де көзін сүртіп, үнсіз тұрып қалды. Бәріміз тына қалдық. Әлгінде оңашалап, жүздетіп алған жігіттер тағатсызданып: «Айта бер, Қалдықыз, қысылма, ұялмай айта бер», деп жатыр. Қалдықыз қарақшы болған екен. Көз жасын тыйып, бір нүктеге қадалып, біраз тұрған Қалдықыздың жүзі сұрланып кеткендей болды. Мен ұрымын. Кәдімгі жылқы ұрлайтын қарақшымын», деп тоқтап қалды. Айналада тып-тыныш, шыбынның ызыңы естілетіндей тыныштық орнаған. «Иә, ақкөңіл ағайын, сіздер қарақшы қатын Қалдықыз атанған ұрыны бауырларыңызға басып отырсыздар. Мен жылқы ұрлап, қолға түсіп, 3 жыл темір торда отырып келген жанмын. Сіздердің алдарыңыздағы кінәм осы ауылдан 2 жылқыны жетектеп кеткенмін». «Қашан?» деген дауыс саңқ ете қалды. Қалдықыз дауыс шыққан жаққа бұрылып қараған жоқ. «Осыдан 3 жыл бұрын шілде айында жазда жүрген 2 биені әкеткен менмін». «Ой әкеңнің, сайхал, сұржылан, сауып отырған қос биемді жетектеп кеткен сен екенсің ғой», деп дүкенші тәліп орнынан атып тұрып, Қалдықызға қарай тұра ұмтылған еді. Атамыз: «Тәйт, отыр орныңа», деп дауысы қатты шығып кетті. «Ой атаңа нәлет», бұған қолпаштап, үй салып беріп, деген тәліптің дауысы бәсеңсіп орнына қайта отырды. 2 көзімен Қалдықызды атып жіберетіндей тесіп барады. Отырғандар гуілдеп, әлгіндегі тым-тырыс тыныштық енді араның ұясына ұқсап кетті. Басу айтар ауылымыздың қариясы Малдыбай атамыздың өзі аппақ сақалын салалап үнсіз отыр. Алысқа қадалып, әлденені күтетін секілді. Қалдықыз басын қайта көтеріп: «Қолмен істегенді мойныммен көтеру шарт екен.
3 жыл түрмеде отырып, көп нәрсені ұқтым. Аға, аман болсам, биелеріңіздің құнын қайтарамын, деп Тәліпке көзінің қиығын салып еді, анау. Биеңде, өзіңде құры. Ағайын, бау кеспе ұрыны өзіміз қолдап, құшағымызға алғанымыз қалай? Тұқымы құрысын, бұл бәледен құтылу керек. Кетсін, қарасын өшірсін, деп Тәліп қайтадан өршіп бара жатыр еді атамыз. Тәліп, сабыр сақта. Мал ашуы, жан ашуы. Деп өскен қазақпыз. Сенікі де орынды. Бірақ алдыңа келсе, атаңның құнын кеш дегенде бары ғой. Қалдығыз балам бәріміздің алдымызда ағыннан жарылып, басын иіп, кешірім сұрап тұр. Бұлай істеудің өзі де ерлік. Ер азамат істейтін істі әйел басымен қалдығы істепті. Оған итермелегенде бір себеп бар шығар. Қайта соны білейік. Кетсін дейсің. 90-ымыз жиылып, тоқты жыққан батырмыз демекші. Бүкіл ауыл болып жиылып, салып берген құрылтайдың ұясындай үйді міндет қылғанымыз бізге сын. Сырт естіген елден ұят. Ондай сөзді енді айтушы болма, деді. Қайтадан тыныштық орнады. Тек Тәліп қана терісіне сыймай, қозғалақтап, тынауының астынан әлденені міңгірлеп, жанындағыларға айтып отыр. Қалдығыз, балам, отыра ғой. Әлі айтатының болса отырып айта бер. Түргеп тұрып, қол сермеп сөйлейтін, сен Ленин емессің, деп еді. Көпшілік ду күлді. Тек қана Қалдығыз күлген жоқ. Ол бір езумен ғана жымиды да, оны да тез жиып алды. Қалдығыз: ата, рахмет. Мен әлгінде айттым ғой. Сіздердің алдарыңызда ағымнан жарлайын. Өткен өмірім жайлы қысқаша баяндайын. Өзім қорлық, қиянат көріп жүріп, талай адамға қиянат жасадым. Ата, олай істеуме өзіңіз айтқандай, әртүрлі себеп түрткі болды. Тыңдайтын болсаңыздар, айтайын, деді. Айта бер. Қалайша және неліктен қарақшы болдың? Соны айт. Қанша жанды зар жылаттың? Деген дауыстар естілді жан жақтан. Тіпті кейбіреулер ұры қатынды соншалықты қолпаштағандарың қалай? Десіп те жатты. Қоя тұрыңдар, айтсын. Шынын айтқан адамнан айналсаңдаршы. Дескен біраз адам бір жақтан шулап шықты. Ту, шулап кеттіңдер ғой. Сөйлесінде. Не деуші еді, ақталады да. Шибөріше шуламай тыйылыңдар түге. Әлден уақытта шулаған жұрт бірте-бірте сабасына түсті. Қалдығыз отын үшін әкелінген бір томардың үстіне шұқиып отырды. Өзгелерден шамалы биікте отырсам, даусым бәріне жететін шығар деп ойласа керек. Жан-жағына ақырын бұрылып қарады да, мен жетім балалар үйінде өскенмін. Әкемнің, шешемнің кім екенін білмеймін, деп бастап, қайтадан үнсіз қалды. Бәріміз үнсіз, тым-тырыс тыныштық. Бір күні детдомға келген біреулер мені асырап алатын болды. Есім кіріп қалған қыз едім. Мектепке барайын деп жүргенмін. Бәрін білемін. Бір әйел мен еркек мені детдомнан алып кетті. Олар қойшы екен. Әйелі құрсақ көтермеген. Оны кейін білдім ғой. Соларға қыз болып шыға келдім. 8-ші оқып жүргенімде шешем қайтыс болды. Үйде шоқиып, әкем екеуміз қалдық. Әкем әйелі дүниеден өткен соң мал бағуды тастап, орталықта қарауылдыққа жұмысқа кірді. Мамамның жылын өткізген соң, әкем күйеуімен ажырасқан бір баласы бар
әйелді үйге алып келді. Бірақ ол әйел екеуміз тіл табыса алмай, қайта сөзге ілінісіп қала бердік. Сөйтіп жүргенде ол ұл туды. Мен мектепті бітірдім. Әкемнің есіл дерті құндақтағы балаға ауып, соның асты үстіне түсіп, мені мүлдем ұмытты. Жоғарғы оқу орнына барайын деп ойлаған едім. Әкем қолының қысқалығын айтып, жібермей қойды. Ауылда жұмыс жоқ. Үйге симаймын. Үйдің күйбең тіршілігімен жүре берер едім. Оған өгей шешеммен сиыспаймын. Жұмыс іздеп қалаға кететін болдым. Оған әкем қарсылық білдірмеді. Оның көз қарасына қарап түсінгенім, ол менен құтылғанына қуанбаса өкінбейтін секілді. Сөйтіп, киім кешегімді бір дорбаға алып жолға шықтым. Автобус аялдамасына келіп тұрғанмын. Жанымда бір көнелеу москвич келіп тоқтай қалды. Ішінде екі жігіт отыр. Біреуін таныдым. Жақында әскерден келген Садырбай деген жігіт. Ол дүкенге барғанымда бір-екі рет жолығып қалып, қалжыңдап, жібермей біраз әуерлеген болатын. Сол Садырбай машинадан түсіп, қолын созып амандасты да, «Иә, жол болсын» деді. «Қалаға бара жатырмын» деп едім, ол «Жайшама» деп жымиды. «Сонда жұмыс істеймін. Ауылда біз алданатын ештеңе жоқ». «Оғо, енді көлеңкемді де көрсетпеймін десейші» деп қарқылдап күлсін келіп. Күліп болды да, «Бізде қалаға бара жатырмыз. Машинаға отыр, ала кетейік» деді. Ойымда ештеңе жоқ. Машинаға міндім. Ауылдан шыға берер, олар кілт бұрылды да кері қайтты. Қайда барамыз?» деп едім. Шопыр жігіт. «Машинаның құжаттарын ұмытып кетіппін. Жолда май қызметкерлері тоқтатса, жүргізбейді ғой» деді. Ауылдың екінші шетіне шықтық. Олардың үйлері қайда екенін болса да білмеймін ғой. Бір үйдің алдына келіп тоқтадық. Шопыр машинадан түсті де үйге қарай жүгіріп кіріп кетті. Сәлден соң үй жақтан екі әйел шықты. Олар машина жанына келіп, мен отырған артқы есікті ашты да, біреуі менің бетіме үңіліп, «Ой, айналайын, қане түсе ғой» деп білегімнен ұстады. Мен түкке түсінбей Садырбайға қарадым. Ол ыржыңдап, «Қалды қыз, айып етпе. Сен енді біздің үйге келін болып түстің» деген кезде жүрегім су ете қалды. «Не дейсің? Мен саған сөз берген жоқпын. Оны айтасың, сені жөні танымаймын да ғой. Бұл қорлық» дедім жылап. Не керек, жылатып еңіретіп басыма ақ жаулық салып, сүйрелеп үйге кіргізді ғой. Сөйтіп, ойламаған жерден келін атанып, күйеуге шықтым. Садырбай беташар тойдан бастап ішумен болды. Құтты болсын деп, достары келеді, ағайын туыстары келеді. Садырбай солармен қосылып, арақты сілтейді. Көп ұзамай тойымыз өтті. Тойдан соң ата-енем 3 бөлмелі бремянка сатып әперіп, бізді бөлек шығарды. Бөлек тұрғанымыз жаман болды. Күнімізді көре алмайтын болдық. Садырбай жұмыс істемейді. Мен болса да жұмыссыз үйдемін. Қайдан табатынын қайдам, күйеуімнің аузы арақтан құрғамайды. Күніге аузынан арақ иісі мүңкіп келеді де тұрады. «Қатын, давай тамақ бер» дейді. Үйде тіске басар ештеңе жоқ болса, мен қандай ас әзірлеймін? Байына ас әзірлемейтін сен қандай қатынсың? Ой әкеңнің деп мені сабайтынды шығарды. Мен қашып барып, ата-енеме тығыламын. Бұл кезде аяғым ауырлап, ішім томпиып қалған.
Қашанғы кемпір шалдың алдына барып, телміріп, шай қант сұрай бересің. Амал жоқ. Біреуге жалданып істейтін жұмыс іздедім. Оны да таптым ақыры. Тезек қақтайтын болдым. Сиырдың, қойдың малағын суға шалып, аяғымен езіп, бір күн бұқтырып қоямын да, келесі күні барып, тезек домалатқан қара қоңызға ұқсап, илеген малақты жұмбаздап алып, шетке шығарамын. Сосын шапақтап табананға ұқсатып, жалпайтып тастай беремін. Кешке үй иесі, әйелі қақтаған тезегімді санайды. Әр данасына 1 теңгеден ақшамды санап аламын. Осылай ала жаздай ауылдың тезегін қақтап күн көрдім. Тапқан табысымның біразын Садырбай қу құлқынына жібереді. Дүкенге беремін. Кейін білдім ғой, ол дүкенге барып, әйелімнің атына жазып қой деп, талай шөлмектің басына су құйыпты. Айдың соңында дүкенші келіп маған декеңдейді. Қарызыңды қайтар дейді. Амал жоқ, мен төлеймін. Күн суытып қара күз болған, тезек қақтауға су салқын. Тартыншақтап жұмысқа құлқым болмаса да, өзімді өзім зорлап, 20-30 тезек шығарып, қойған кезде ішім бүріп ауырып, мықшиып отыра қалдым. Ішіме жел қарысқан шығар деп ойладым. Бойымды жаза алмай бүрісіп отырғанымда, үйдің иесі әйел мені көріп шошып кетті. Әй сорлы, саған не болды деп сұрады ол. Ішім бүріп әкетіп барады деп едім, анау. Әй, бұл толғақ қой деп, қолтығымнан демеп, үйіне қарай жетеледі. Апай, мен үйге қайтайын дедім. Мына түріңмен үйіңе жете алмайсың. Шыдай тұр. Мен қазір деп үйіне жүгіріп кіріп кетті. Сөйтсем жедел жәрдем шақырған екен ғой. Перзентханадан бірақ шықтым. Сол күні кешке қарай ұл тудым. Садырбай сотталып кетті. Менің босанғанымды Садырбай 3 күннен кейін естіпті. Есітіп баласын жуып, мені енем үйіне алып барған соң 2 күннен кейін келді. Баласының бетіне үңіліп қарағанда жоқ. Апа, немереңізді жумайсыз ба? Деп шешесінің шыж-быж болғанына қарамай, бір шөлмек арақтың ақшасын тартып алғандай алып кетті. Содан кейін қайда жүргені белгісіз. Ертеңіне кешке қарай тәлтіректеп үйге әрең келді. Ертеңіне әкесі мен шешесі оған әбден ұрысты. Мені бір шіріген жұмыртқа санап отырсыңдар ғой. Мен ақ сендерге күйік болдым ау, осы. Қой, қарамды өшірейін деген ол үйден шығып кеткен. Содан үйге жоламайтын болды. Арада бір жеті өткенде енеме, апа, балаңыз қайда жүр? Іздемейсіздер ме? Деп едім ол кісі. Баламай, оның өзі айтты ғой. Ол бір шіріген жұмыртқа болды. Іздеп не істейміз? Барған жүрген жері белгілі. Сол жерде атауын ішіп жатқан көрінеді деді. Қай жерде жатыр деп сұрадым, ештеңеге түсінбей. Қап, сен де қылқылдап қоймадың ғой. Бәрібір естисің. Бөтен біреуден естігенше, менің өз аузымнан естігенің дұрыс болар. Садырбайды біреулер дуалап тастаған. Ол қазір бір орыс қатынның үйінде жүр. Ол қатында жап-жас болып, ішкілікке беріліп кеткенін көрінеді. Балықшы балықшыны алыстан таниды. Демекші, 2 пиянкеш бір-бірін табай қойғанын қарасайшы. Саған айтар кінәм жоқ. Қарағым, ал біздің баланың миын арақ кептіріп жіберген. Енді өз еркің. Осында жүре беремін десең өзің біл. Құтта қандай, мына құлыным екеуің қайда барасыңдар? Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды. Дейтін әке шешең болса да жоқ.
дейді. Расында да менің барар жер, басар тауым жоқ еді. Кішкентайым үшін не келін емес, не жесір емес, Садырбайдың әке-шешесінің үйінде жүре бердім. Баламды қырқымнан шығарайын деп, енем 40 қасық суды санап қойып отырғанда суық хабар жетті. Садырбай көңілдес орыс қатынын өлтіріп қойыпты. Суық хабарды естіген енем шалқасынан түсіп талып қалды. Қырқымнан шығарылмаған бала бір шетте қалды. Арада 6 ай өткенде Садырбай 15 жылға кесіліп кетті. Садырбайдың ағасы қайнағам Адырбай түнделетіп келіп маған маза бермейтін болды. Шіріген жұмыртқа енді қайтып адам болмайды. Ол түрмеден қайтып келмейді. Сен енді жесірлер қатарындасың. Мен сені жесір, ана баланы жетім еткім келмейді. Екеуміз көңілдес болайық деп әбден шаршатты. Оның әйелі абысыным, енем, атам сезіп қояды ма деп зәрем қалмайды. Бір күні қайнағам айтқанынан қайтпайтын болған соң енеме айттым. Енем жылап отырып, қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деуші еді үлкендер. Сен келін болып түскелі, үйімізден береке кетті. Бір отаудың шаңырағы ортасына түсті. Екінші отау бүлінбей тұрғанда айналайын, жөніңді тап. Қайда кетсең сонда кет. Бұл ауылдан тезірек кетші. Кеше шал екеуміз әбден ақылдасқанбыз. Бәрін сезіп біліп жүрміз. Қайнағаңмен арадағы әңгімені абысының естісе, шашыңды бір талдап жылады. Ана жүгірмекті де оңдырмайды. Ол өскен, өркендеген текті жердің қызы. Тіректері де мықты. Атаң базарға 2 қойын сатып, ақшасын саған арнап түйіп отыр. Сен үшін емес, немересі үшін. Соны берейік. Балаң талпынғанша керек етерсің. Тірі адам тірлігін істейді ғой. Қала жаққа барсаң, асханалардың бірінде ыдыс-аяқ жуатын, еден жуатын болып орналассаң да күн көріп кетерсіңдер. Бірақ бұл ауылға қайтып келуші болма деді. Сонымен енем берген ақшаны алып, жеңіл-желпі киіміммен баламның жүргектерін дорбаға салып алып, ұлымды құшақтап жолға шықтым. Жалғыз басты кемпірді паналадым. Баяғыда өзімді алып қашқан аялдамада тұрмын. Менің бақытсыз өмірім осы жерден басталғандай сезіндім. Тол жетім болып, балалар үйінде жүргенім, өзге бөтен адамдарға қыз болғаным бәрі есімнен шығып, тек қана Садырбайға жолыққаннан бергі өмірім ғана қатыгез өмір болып елестеді. Ой үстінде тұрып, жаныма келіп тоқтаған жеңіл машинаны да сезбеппін. Ол сигнал бергенде селк ете қалдым. Құндақтағы пысылдап ұйықтап жатқан балам да шошып оянып кетті. Қарындас, қайда барасыз деген ағаға не деп жауап берерімді білмей, үнсіз тұрып қалдым. Ол қайтадан сұрағын қайталады да, апырай, жас балаңыз бар екен, тоңып қалатын болдыңыздар-ау, қане машинаға мініңіз деді. Мен үн-түнсіз Жигулидің артқы салонына жайғастым. Қалаға барасыз ба? Деп еді, мен білмеймін деп жылап жібердім. Бейтаныс кісі біраз жер жүрді де, машинасын тоқтатып маған бұрылды. Күйеуіңізбен ренжісіп, ашу үстінде үйден шығып кеткенсіз-ау деді. Сосын, күйеуім түрмеде. Қайнағам қиянат жасаған соң, басым ауған жаққа кетіп барамын дедім. Төркініңіз қайда? Төркінім жетім балалар үйі. Жетіммін деп едім, ана кісі ысқырып жіберді де, кешір айналайын, енді түсінікті болды. Тек баратын жерің жоқ қой, деп бетіме барлай қарап еді. Мен басымды шайқадым. Так,
деп қайтадан желкесін қасыған ол маған қайта бұрылып қарады. Сосын темекісін тұтатып, бір-екі рет құшырлана сорып-сорып, терезеден сыртқа шиіріп жіберді де: «Жалғыз басты кемпір бар, сені соның үйіне алып барайын. Сол кісінің кір-қоңын жуып, жағдайын жасасаң, өлмейсіңдер. Содан кейінгісін кейін көре жатармыз», деді. «Ол алыста ма?» деппін, басқа сөз аузыма түспей. «Алыс емес, көрші ауылда», деп ол қайтадан жолға түсті. Мен сөйтіп екінші рет аялдамадан қалаға шығып, кері қайттым. Бейтаныс адам алып келген үй ауылдың шетіндегі 50-60 жыл бұрын салынған көне қоржын там екен. 70-тің үстіндегі жалғыз кемпір мені алып келген кісінің жолдасының анасы болып шықты. Кейуана тіршілік тауқыметін көп көрген кісіге ұқсайды. Мені әкелген кісі оған: «Апа, сізге қызмет істейтін адам алып келдім. Өзіңізге қыз қыласыз ба, келін қыласыз ба, өз еркіңізде. Сізді ойлап, уайымдап жүруші едім. Енді көңілім орнына түсетін болды. Бұл келіншекпен мен өзімде танысқан жоқпын. Өзіңіз таныса жатарсыз. Мен асығыс едім. Мына кісі жолда кездесіп, кері қайттым. Ал, аман есен болыңыздар», деп нанауыз тиді де қайтып кетті. Аң-таң болып мен қалдым. «Қызым-ау, неғып состиып тұрсың? Бөпеңді менің төсегіме жатқыз. Үйдің іші салқын. Бала тоңып қалмасын. Пешке от жақ». «Мен от жағуға да жарамай қалдым», деді әжей бір кезде. Затанды әжейдің төсегіне жатқыза салып, от жағуға кірістім. Тәуекел, далада қалғаннан бұл да дұрыс болды-ау, деп іштей қуанып жүрмін. От жағып, шай қойған соң үйдің іші жылып, берекеміз кіріп қалды-ау. Ой айналайын, Құдайдың көзі дұрыс болсын. Өзің бір пысық жан екенсің. Қай елдің баласысың?» деп әжей танысуға ыңғайланды. «Әже, мен жетім балалар үйінде өскенмін. Шыққан жерім мен тегімді білмеймін», деп одан әрі өткен өмірімді қысқаша баяндап бердім. «Құтты қандай, қарағым-ай, сенің де көрмеген қоқайың жетерлік екен ғой. Ой айналайын, аман бол. Аман бол құлыным. Мен де қартайған шағымда жалғыз қалған сормаңдаймын. Жалғызбын. 7 құрсақ көтеріп, олар жастай шетіней берген. Содан бір жалғыз ұл қалған. Шал екеуміз жалғыздың асты үстіне түсіп, әбден еркелетіп өсіріп едік. Ол содан тентектеу болып өсті. Өзі өте ажарлы еді. Сол жалғызым 4 рет үйленіп, 4 рет ажырасып кетті. 4 келінде 3 ұл, 1 қыз кетті. Қызды қойшы, жат жұрттық қой. Ана ұлдарды айтсайшы. Сол келіндердің ең болмаса біреуі болса ғой. Осы үйде немерелерімнің біреуі осы қара шаңыраққа ие болар еді ғой. Қазір солардың қайсысы қайда жүргендерін де білмеймін. Я Алла, деп әжей бір күрсініп алды. Мен шыдамсызданып: «Енді әлгі өзіңіз айтып отырған жалғызыңыз қайда?» деп едім әжей. Қызым-ай, сорлап қалдым ғой, сорлап қалдым. Ол әлгі Досбол мен дос болатын. Менің жалғызым жолға жалғыз шығып кеткен ғой. Үлкен мәшине айдайтын. Соны жолда шпаналар ұстап, жүгін тонап, өзін өлтіріп кетіпті. Жүгін ал, теңгесін ал, мәшинесін ал. Неге жанын қияды, деймін ғой мен. Иә, сөйтіп мына үйде жалғыз қалған жағдайым бар. Жаным, қарағым, шай ішіп отыр, деген Кейуана аз-кем үнсіз отырды да сөзін әрі қарай жалғады. Иә, Досалы анда-санда келіп хабар алып тұрады. Тиын тебен беріп кетеді. Өзімнің зейнетақым бар.
бір басыма жетеді деді. Сонымен мен кемпірдің қолында тұра бердім. 2 жыл ішінде Досалы 2-3 рет соғып бізден хабар алып кетті. Ол ылғи асығыс жүреді. Отырып шайда ішпейді. Жалғыз кемпірмен бірге 2 жыл өмір сүргенімізде қария дүниеден өтті. Оны ауыл болып арулап жерледік. Үйге ие болып мен қалдым. Әжем жарықтық береке екен ғой. Ол кісі бақилық болған соң көп ұзамай қаржыдан қинала бастадым. Баяғы әдетім бойынша жазда тезек қақтап теңге табамын. Қыста қиын. Кемпір қайтыс болған соң Досалы мүлдем ат ізін салмайтын болған. Қыста күн көру қиын болып, әбден түңіліп отырғанымда біреу тыста дауыстап шақырған соң сыртқа шыққанмын. Қараңғы түсіп қалған. Қар жауып тұр еді. Шарбақ жанында 2 аттылы адам тұр екен. Конократтар қонақ болды. 2 атлының бірі бері шығып кетіңіз деді, дауыстап. Қастарына бардым. Қарындас, ат соқты болып шаршап келе жатырмыз. Жамбасымыз тиетін жылы жер керек еді деді. Мен әуелі не дерімді білмей тұрдым да, ағалар, айып етпеңіздер. Үйде еркек кісі жоқ еді. Елдің сөзі, оның үстіне сіздерге жағдай жасай алмаймын. Ас-ауқат жағын айтып тұрмын дедім. Ол жағынан қысылмаңыз, бәрі өзімізден табылады. Бізге жылы орын, атымызға қора болса жетеді деді. Қиналып келе жатқан кісілер екен ғой, үйді қызғанбайын деп ойладым да, жарайды ағалар, аттан түсіңіздер дедім. Олардың үйде түнегеніне ренжіген жоқпын, қуанып қалдым. Қоржындары тола. Көптен бері тісіме тимеген етті көрдім. Қант шайлары да бар екен. Қарындас, біз бір сәт мызғып алайық. Сен қоржындағы ас-ауқатты түгел сыртқа шығар. Қазанға ет салып қайната бер. Қоржындағының бәрі осында қалады. Құдай қаласа таңертең жолға шықсақ, қонақ асыны үйде жейміз деді мұртты, кең, жауырынды қара торы кісі. Көп болса 35-те шығарсың, деп іштей ойлап қойдым. Екінші ұзын бойлы, сидаған арық бидай өңді жігіт, ол анадан жас көрінді. Семіз жылқының етін асықпай қайнатып, қамыр елеп отырғанымда, қонақтарым да оянды. Үйеме табақ ет ортаға келгенде, мұртты қазақ, қарындас, боласыз ба, құрбы боласыз ба, атыңызды біле отырсақ деді. Мен сіздерден көп жаспын ғой, есімім Қалдығыз. Қалдығыз қарағым, қоржының түбінде 1-2 орыстың баласы жатқан секілдеді. Соларды да дастарханға шығара сал деді күліп. Мен оның сөзіне түсінбедім. Ұзын бойлысы. Жұмбақтамай айта берсейші, бұл кісі ондайды қайдан білсін деп жатыр. Қоржында 1-2 шөлмек арақ бар, соны айтып отыр бұл соққан, деді сосын маған қарап. Қызық сөйлейді екенсіздер, деп өздері айтқан арақты алдарына әкеліп қойдым. Ал енді танысайық, менің атым Пернебай, мынау сары жігіт Өзбекбай, деді мұртты қазақ. Дастархан басында екеуі қанша өтініп сұранса да арақтан ауыз тимедім. Ішпек түгілі өмірі қолыма ұстап көрмегенмін. Бірақ еттен есемді жібермей еркін жедім. Етті әбден сағынып қалған екенмін. Ол екеуі 2 шөлмек арақты түгел таусып, үйеме табақ етті еңсеріп тастады. Сорпа ішті, шай ішті, түн жарымы ауа төсекке қисайды. Таңертең ерте атқа қонған олар 1 сағаттай мезгіл болғанда қайта оралды. Жетектерінде 1 семіз құнан бар. Пернебай, Қалдығыз, мынау біздің өзіңе деген жамбас ақымыз, деп еді мен. Үйбай аға, мен оны қайтемін деп шошып кеттім. Сойып жейсің,
Мал қылып бағушы болма. Реті келсе дәл бүгін пышаққа жық. Ал содан соң бізді көрдім білдім деп тісіңнен шығарушы болма. Нағашым дейсің бе, жиенім дейсің бе, солардың біреуі әкеліп берді дерсің. Мен жалғыз өзім бір жылқының етін деп күмілжіп қалып едім, ол екеуі бірдей күліп жіберді. Өзіңе бір жілігі де жетеді, қалғанын сатып жібер. Құдай қаласа, біз тағы да келіп қалармыз. Сен біздің ат байлайтын бекетіміз боласың. Ал қалдығыз қарындас аман бол, деген олар құнанды қораға кіргізіп, байлады да, құйғыта шауып алыстап кетті. Мен әрі ойланып, бері ойланып, көрші үйге бардым. Өзім жылқының ұрлыққа екенін іштей сездім. Сездім де ертерек союға асықтым. Көрші үйдегі ағаға жолығып, досалы бір жылқы әкеліп, пұлдап бер деп еді. Ауылда ет жейтіндер бар ма екен дедім. Қазір ет қалушы ма еді? Алады ғой, мен сұрастырып көрейін деді. Ет алатын адамдар көп екен. Бәрі жиылып, өздері құнанның нарқын шығарып, өздері бауыздап, терісін сыпырып, өздері бөліп, өздері маған ақшасын жиып, қолыма ұстатты. Мұндай қуанбаспын. Бір жілік ет Затан екеумізге талай күнге азық болады. Бәрінен де қос уыс теңгені айтсайшы. Ертеңіне ақ Затанға өзіме бір сыпыра киім алдым. Үйге азық түлік және 2 шөлмек арақ алып қойдым. Пернебай мен Өзбекбай келіп қалса, алдарына қойып риза етпекшімін. Арада 15 күн өткенде екеуі сап етіп жетіп келді. Оларды жылы шыраймен қарсы алдым. Бір құнан қойдың етін бүтін әкеліпті. Қайтарда соғамыз, жол жүріп барамыз. Әшейін өзіңнен хабар ала кетейік деп едік. Деген Пернебайдың көзі күлімдеп тұр. Сіздерді құрауы жібере алмаймын. Аттан түсіп, шай ішіп кетіңіздер деп үйге қоймай кіргізіп, өздері әкелген еттен қуырдақ қуырып, алдарына арақ қойдым. Екеуі бір-біріне қарап риза болып отыр. Не керек, асығып отырған қонақтарым қонатын болды. Қайтадан қазан көтердім. Дүкенге жүгіріп барып, және арақ әкелдім. Мен дүкеннен келсем, екеуі әлденеге ерексіп отыр екен. Тоқетерін айтайын. Қалдығыз менікі деді Пернебай. Жарайды, айдаладағы бір ұрғашыға бола арамыз суымасын, деп Өзбекбай келсе кетті. Мен ештеңені естімеген, білмеген болып үйге кірдім. Бір таңданғаным, Пернебай басқа арақ ішпеді. Есесіне Өзбекбай бір шөлмек арақты бір өзі ішіп, қылжеп ұйықтап қалды. Сіздердің ортаңызда одан әрі не болғанын айтпай-ақ қояйын. Қысылып, қиналып жүргенімде көл-көсір дүние берген Пернебайдың айтқанынан шықпай ыңғайына көндім. Екеуміз бір төсекте түнеп шықтық. Бұрынғы ішкіш күйеуім Садырбай Пернебайдың бақайшағына арзымайтын, екеуі жарысса Пернебайдың шаңына ілесе алмайтын, Садырбай Пернебайдың қолына су құюға жарамайтын жан екенін көзім жетті. Мен өзім әйел болып жаратылғанымды осы жолы тұңғыш рет сезіндім. Олар таңертең жолға шығып кетті. Өздері айтқандай 3 күннен кейін қайта соқты. Маған және бір ту биені тастап кетті. Мен оны сойдырып, қайтадан ақшаға айналдырып алдым. Қарақшылықты кәсіп етті. Сөйтіп Пернебай анда-санда бір соғып, түнеп кетіп жүрді. Аяғым ауырлап, ішім шермеген кезде Пернебай молда келіп некемізді қидырды. Баламыз некесіз туылмасын. Адамнан жасырсақ та, Құдайдан жасыра алмаймыз, деді ол. Екінші ұлым дүниеге келіп, Заттыбекке серік болды. Ой деп, атын серік деп өзім атадым. Досалының арқасында үйлі болып, Пернебайдың арқасында жоқшылық көрмей өмір сүріп жатқанбыз.
Күйеусіз бала туып алған соң, ауыл әйелдерінің пыш-пыш әңгімелеріне арқау болып, ауыздарынан түспейтін болдым. Олар күйеулері кешкісе болды, қалды қыз, қаншыққа барып келдің бе дейтін болыпты. Әйелдеріне ерегіскен кейбір еркектер, сен шаңқылдай бересің, қалды қызға кетемін деп бөсетін көрінеді. Бұрын жымиып, жылы амандасатын жандар көшеде, дүкенде кездесе қалса болды, кірпіше жиырылатын болды. Кімнің аузына қақпақ болайын, үн-түнсіз жүре беремін. Пернебай келсе, басқа жаққа көшіріп әкетші деп айтпақшы болып, оны сарғая күтіп жүргенмін. Бір күні өзім танымайтын бір жігіт келіп, жаман хабар жеткізді. Пернебай мен Өзбекбай жылқы айдап бара жатқанда ұсталып қалыпты. Маған біраз ақша беріп жіберіпті. Ақшаны алып, ал, кеп жылайын. Құдайға не жаздым? Менің маңдайыма біткен еркек түгел түрмеге түседі деп еңіреймін. Екі балам екі жағымда. Енді сол екеуін қалай өсіремін, қалай адам қатарына қосамын деп сары уайымға түстім. Бұрынғы жиған теңгеммен Пернебайдың беріп жіберген ақшасы қашанға жетуші еді. Жылға жетпей таусылды да бұрынғы тас қалпыма түстім. Бұл кезде затаным ес біліп қалған. Серік құлдыраңдап жүгіріп жүр. Ауылда жұмыс жоқ. Басқа жаққа барайын десем, баспана жоқ. Содан әрі ойлап, бері ойлап, Пернебайдың кәсібін істемекші болып, соған бел байладым. Екі баланың нан суларын дайындап, Заттыбекке Серікті қайта-қайта тапсырып, жолға шықтым. Автобусқа мініп, көрші ауданға бардым. Одан соң аудан іргесіндегі бір ауылға барып, сырттай барлау жасадым. Шеттегі үй бие байлайды екен. Сол үйді аңдадым. Бір әйел кешке сауымды бітірді. Үй иесі биені сайға апарып тастап қайтты. Қараңғы болғанша сайдың бойында бұғып отыра бердім. Ымырт болған кезде биенің жанына бардым. Жуас мал екен. Тосырқамады. Еміп тұрған құлынды ұстап алдым да, бір топ жаңғылға байлай салдым. Содан соң биенің үстіне қарғып міндім де, сайды бойлап шаба жөнелдім. Өзіміздің ауданға, яғни ауылға төтелей тарттым. Орта жолда бір ауыл кездесті. Биеден түсіп таң атуын күттім. Таң атқан шақта биені жетелеп көшеге түстім. Сиырларын падаға айдап шыққандар маған қарап тұр. Тәуекелге бел байладым да, орта жастардағы бір кісіге жолықтым. Аға, қатты қиналып тұрмын. Күйеуім абайсызда машинамен адам қағып кетіп еді. Соны шығарып алу үшін теңге керек екен. Мал базарына барайын десем, ол жексенбі күні ғана істейді. Аға, сізден өтініш. Мына биені сатып беріңізші. Бұл бие өзі ұрлықы емес пе? Деді ана кісі. Қайдағы ұрлықы? Құлынын алып қалдым. Тұқымы жақсы еді дедім. Қаншаға сатасың? Мен мал сатып жүр дейсіз бе? Өзіңіз нарқын шығарыңыз. Шаруасыз ғой. Сен өзі кімнің қызысың деді ағамыз. Пернебайдың дедім, аузыма түскен есім сол болды. Пернебайдың қызымын де? Жарайды. Биеңе 30 000 теңге берсем, ренжімейсің бе? Аға, тым төмендетіп жіберген жоқсыз ба деп едім ол. Пернебайдың аруағы риза болсын. 35 берейін деді. Жарайды аға деп келістім. Үйіне апарып биені байладым. Ақшаны санап алдым да, жүгіре басып аялдамаға жеттім. Бір такси жігіт аудан орталығына баратын адамдарды жиып тұр екен. Сонымен ауданға жетіп, одан әрі өз ауылыма қайттым. Сәске кезінде үйге келсем, қос құлыным құшақтасып, әлі ұйықтап жатыр екен. Екеуін қабат құшақтап, үнсіз ал келіп егілейін.
Өмірімде бірінші рет ұрлық жасап, тұңғыш рет өтірікті қиыстырып айтқаныма қуанған жоқпын. Соған өкініп, ішімді удай жалаған өкініштен егіліп жыладым. Ұзақ жыладым. Тор биенің ақшасын қысқа дейін үнемдеп жеткіздім. Дәніккеннен құныққан жаман деген қысқа қарай және бір биені әкеліп сойған едім. Кейін тағы да жолға шықтым. Бір қыста 5 жылқы сойып саттым. Енді тоқтайын десем, ақша азайған кезде жолға қалай шығып кеткенімді өзім де сезбей қаламын. Сөйтіп жүргенімде ғой, осы ауылдан 2 биені алып кеткенмін. Ол 2 биені қырғыздарға асырып жібергенмін. Қырғыздармен араласып жүріп, өзіміздің қазақ конократтармен байланысып, солармен бірге жүретін болдым. Оның бекер болған екен. Солардың кесірінен қолға түстім. Жалғыз жүргенімде көзге түспейтін едім. Тергеу жұмысы жүріп жатқанда, мен істемеген, мен алмаған ауылда жоғалған барлық малды менің мойныма іліп жібермекші болды. Тергеуші келген сайын, «Әй қарақшы қатын, сен тек жылқы емес, құнажын ұрлапсың қой. Ұрлапсың, қане шыныңды айт» деп декеңдеумен болды. Мен қайсы ауылдан қанша жылқы ұрлағанымды айтып бердім. Өйткені ауылдастарым менің неше жылқы сойып сатқанымды түгел жазып берген екен. Солардың ішінде Пернебай мен Өзбекбайдың әкелген жылқылары да бар. Мен оларды да мойныма алдым. Үкіметтің құрығы ұзын ғой. Пернебайды зонадан алдырып, мені онымен беттестірді. Сөйтіп екінші баламның әкесімен темір тордың ішінде кездестім. Қалды қыз-ау, ана 2 баланы енді не болады? Сен анау-мынау еркектің қолынан келмейтін іске неге бардың? Деп көзіне жас алды. Сол 2 бала үшін істедім. Солар аш-жалаңаш жүрмесін деп, сондай іске бардым дедім оған. Пернебай тергеушіге: «Бәсеке, мына әйелдің барлық ұрлығын және ашылмай қалған істерің болса, түгел менің мойныма салшы. 40 жыл қапаста отырсам да мен көтерейін. Бұл әйел өзі жетім, әбден қиыншылық көрген жан еді. Сенде ет пен сүйектен жаралған жансың ғой», деп жалынды. Тергеуші оны тыңдаушыма еді. «Ол жағын сот шешеді» деді. «Бірақ менің мойныма ілінген тұрған 8 жылқыны ұрладың, не 10 жылқыны ұрладың, не бәрі бір екен. Ақыры сот болып, еркек конократтар көп жылға, ал мен 3 жылға сотталдым. 2 баланы жетім балалар үйіне жіберетін болды. Себебі жаны ашып, балаларға қарайтын ағайын туыстан мен жұрда едім. Түрмеден кейінгі тіршілік. Артымнан бірде-бір адам іздеп келген жоқ. Тек анда-санда затанымнан хат келіп тұрды. Солардың амандығын ойлап, солар үшін зонадағы қиыншылықтың бәріне төздім. Бірде-бір рет тәртіпті бұзып, ескерту алған жоқпын. Түрмеде жүріп, енді бұдан бұлай біреудің ала жібін аттамауға, Құдайға сыйынып отырып, өзіме өзім сөз бердім. Белгіленген мерзімімді өтеп шыққан заматта балалар үйіне ұштым. Бірінші үлкен ұлым затанымды таптым. Бойы өсіп, жігіт болып қалыпты. Екеуміз құшақтасып, ұзақ жыладық. Ұлым өксіп егілді. Бізді көрген тәрбиешілер де ағыл-тегіл. Содан соң серігімді алдырдым. Мен қамалғанда ол құтта қандай ғана еді. Өсіпті. Мен оны алғашында танымай қалдым. Балалар үйінің директоры: «Балалар уақытша бізде бола тұрсын. Өзіңіз әуелі оңалып алыңыз. Қазір оларды алып кеткеніңізбен қайда барасыздар? Апаратын баспанаңыз не дайын жұмысыңыз жоқ. Өзіңіз жайласып алған соң келіңіз» деді. Директордың ақылы орынды еді. Менде де ауылым, не өз үйім дейтін ештеңе жоқ. Қалада қалдым.
Күніге жұмыс іздеймін. Полицияға барып есепке тұрдым. Олардан жұмыс тауып берулерін өтіндім. Бір майор шенді полицей темір жолдан жұмыс тапты. Күніге қайра балғамызды иығымызға салып алып, темір жолды жөндеуге кетеміз. Мұндағы жұмыстың бір жақсысы жатақханасы бар. Кәдімгі жолаушылар вагонын жатақханаға айналдырып қойған. Бригадирге жалынып, кейде 2 ауысымда жұмыс істеймін. Есіл дертім, арманым көп ақша жинап, кішкентай болса да бір баспана сатып алу болды. Сенбі сайын балаларыма барып, оларды тәрбиешілерден сұрап алып шығамын. Көшеде қыдыртып, балмұздақ сусындар алып беремін. Затаным ерте есейді. Мама, ауылға барайықшы. Кішкентай үй салып алып, үшеуміз бірге тұрайық. Мен есептеп қойдым. Қоян өсірген пайдалы екен. Әрбір 4 айда қоян туатын көрінеді. Көжегі көп болады екен. Ауылда қоян өсіруге болады. Қоянды көбейтіп, етін жеп, терісін сатсақ, ақша жиып, қой ешкі сатып аламыз. Есік алдына әртүрлі жеміс жидек егеміз дейді ол. Баламның ақылымен келістім. Сөйтіп, жаз шыға ауылға кететін болдық. Күндердің күнінде басым және бір бәлеге тап болды. Күні бойғы ауыр жұмыстан шаршап келіп, жуынып, шайынып болып, төсегімде шалқамнан түсіп жатқанмын. Біздің куфе бөлмеге сау етіп 2 жігіт кіріп келді. Сіздер кімсіздер? Мұнда ылғи әйелдер тұрады. Неге есікті қақпайсыздар дедім, жалаңаш денемді жамылғымен қамтап. Біз полицияданбыз. Сіздің аты жөніңіз деген соң оларға құжаттарымды көрсеттім. Қанша ақшаңыз бар? Жасырмай көрсетіңіз деді біреуі шатынап. Айтпасам, көрсетпесем, не істейсіңдер дедім қырсығып. Тінтеміз. Тінту үшін прокурордан рұқсат керек. Мен қылмыскер болсам, оны неге айтпайсыңдар? Бас көзге қарамай тінту жүргізгендерің заңсыз. Бірақ өздерің біліңдер. Тінте беріңдер. Менің тырнақтап жиған ақшам міне, деп жасырып жинап жүрген ақшамды көрсеттім. Біз ақшаңызды уақытша тәркілейміз, деп еді мен. Ол үшін кем дегенде 3 куә қажет. Көрші бөлмедегі әйелдерді шақырыңыздар дедім, ақшаны ұстатпай. Охо, заңға жүйріксіз ғой деді біреуі миығынан күліп. 3 жыл күндіз түні үздік оқып, қайтқанмын дедім. Біреуі барып, 3 әйелді ертіп келді. Маңдай теріммен тапқан адал теңгелерімді санап, протокол жазып, ана 3 әйелге қол қойдырып алды да, киініңіз, бөлімге барамыз деді. Сіздер менің қандай қылмыс жасағанымды неге айтпайсыздар? Десем ана екеуінің біреуі. Сіз қонақ үйде бопсалау мен шантаж шұғылданып, бөгде адамдардың ақшасын алғаныңыз үшін айыпталасыз деді. Не? Не деп тұрсың? Қайдағы қонақ үй? Қандай бопсалау деймін шошып. Анық қанығын бөлімде сөйлесеміз, жүріңіз, деді де жетелей жөнелді. Бөлімге келген соң әлгі жігіт. Я, конократ қатын. Енді жылқыны қойып, адамның айғырларын ауыздықтауға кірістің бе? Кеше түнде саяхат қонақ үйінде кіммен бірге болдың деді безірейіп. Қайдағы саяхат? Қайдағы қонақ үй? Оның қай жерде екенін сұрашы әуелі. Мен біледім екенмін. Түнде қайда болғанымды жанымда жататын қыздардан неге сұрамайсың? Сол үшін осы бөлімге алып келдің бе? Деймін шырылдап. Бастықтарға қарап, шапылдап. Сөйлеуді зонада жүргенде өзге әйелдерден көргенмін. Тырнақтайда кінам болмаса, мыналардың өзіме түк істей алмайтынын біліп отырмын. Случай, бәсеке. Мен жатақханадан қалай алып келсеңдер, солай жеткізіп салыңдар. Олай істемесеңдер, қызметтеріңе салқыным тиіп кетуі
әбден мүмкін. Кімнен нені сұрауды, қалай сұрауды сенімен ақылдасу үшін осында алып келген жоқпыз. Қонақ үйді жағалауды қашаннан бері әдетке айналдырдың. Соны айт, деді әлгі жекіп. Мен оларға темір жолда қара жұмыс істейтінімді, кешке қонақ үйлерді жағаламақ түгелі ас ішуге мұршам келмей сүрініп жығылатынымды айттым. Бірақ олар маған сенбеді. Иә, темір жолда істейсің, атың Қалдықыз, оны да білеміз, клиенттерің де біледі, деген кезде көзім ұясынан шығып кете жаздады. Өзің не деп көкіп тұрсың? Клиенттің не? Сендер мені кешкі қонақ үйлерді жағалап жүрген түнгі көбелек жезөкше деп отырсыңдар ма? Деп едім. Дәл солай. Оған қоса шарлатансың, дәлеліміз бар. Одан да бәрі өзің айтып, тігісін жатқызып, ақталмайсың ба? Қане дәлеліңді айта ғой, деп едім. Анау папкасының ішінен бір қағазды алып оқи жөнелді. Мен 19 сәуір күні саяхат қонақ үйінде Қалдықыз есімді қызбен таныстым. Екеуміз ресторанда отырып біраз іштік. Содан соң қонақ үйдегі менің жататын бөлмеме бардық. Қыздың келісімімен шешініп төсекке енді жата бергенімізде бөлмеге екі жігіт кіріп келді. Олар маған қызды зорладың деп бопсалай бастады. Суретке түсіріп алдық. Үйіңе жібереміз деп қорқытты. Қалдықыз менің құлағыма ақша беріп құтыла салсайшы деп сыбырлаған соң аналарға ақша сұндым. Олар менің бар ақшамды сыпырып алып, қызды алдарына салып әкетіп қалды. Ол қыз әңгімесінің арасында темір жол бойында вагон жатақханада тұрамын деген еді деп бір сұмырай қол қойыпты. Қане, сол серіні ертіп келіңдер. Мен оның түсіне кірген шығармын дедім. Ертең көресің, ал бүгін осында түнейсің деп екеуі кекете күлімсіреп шығып кетті. Ал мен камераға қамалдым. Бопсалаушы қыз жалынды. Таңертең өзімді тұтқындаған екі жігіт қайтадан сұрақ алып миымды қатырды. Өз обалың өзіңе, өзің мойындағанда дұрыс болатын еді, дейді олар. Ей, нені мойындауға тиістімін? Сендер айтқандай жезөкше болғанша бұрынғыдай жылқы ұрлағаным 10 есе артық деп айқайлап жібердім. Біреуі үн-түнсіз сыртқа шығып кетті. Бір кезде тыриған арық шикіл сары біреуді ертіп келді. Өзінің көзі тұздай екен. Ол маған одырайып қарайды. Ал, көке, сіз мына қызды танисыз ба? Деді тергеуші. Анау, танымаймын дегендей басын шайқады. Ау, көке, қонақ үйде қойныңа кірген қыз осы ма емес пе? Өзің сол кеште мас па едіңіз? Деген жігіт орнынан атып тұрды. Жоқ, мас емес едім. Точно білемін, бұл қыз емес. Ол мен секілді сары еді. Танауының оң жақ танауының үстінде тарыдай ғана қалы бар. Ол осы қалыма бола атымды Қалдықыз деп атаған екен деп еді, деп шикіл сары қипақтап тұр. Менің ішім қылп ете қалды. Танауының үстінде тарыдай меңі бар қыз біздің бухгалтер. 2 ай бұрын екеуміз сөзге келіп қалғанбыз. Ол істеген жұмысымыздың ақысын дұрыс көрсетпей, содан ерегіс туған еді. Көке, дұрыстап қараңыз. Арыздандыңыз. Алаяқ қызды ұстап өздері қоя берді. Деп қайтадан арыз жазбайсыз ба? Дейді тергеуші. Сері жігіт күлімжеп. Жоқ, бұл кісі емес. Мен қалай жала жабамын? Ол сары. Бұл кісі секілді күнге күймеген. Жел тимейтін, күн тимейтін жерде жұмыс істейтін адам. Мүмкін мүлдем жұмыс істемейтін шығар. Шын айтамын. Мені тонаған қыз ба, қатын ба, бұл емес деді. Мен шыдамай кеттім. Ал енді арызы мен жазамын. Мені басшылардың жанымдағы қыздардың алдында
қара бет қылдыңдар. Түні бойы көз ілмедім. Бүгін жұмыстан қалдым. Маған моралдық нұқсан келтірдіңдер, деп едім. Алдында миығымен күліп отырған тергеуші сымақ жігіт сүтке тиген мысықтай бола қалды. Кешіріңіз, қазір машинамен жатақханаңызға өзіміз жеткізіп саламыз. Жұмыс орныңызға анықтама жазып береміз, деп лапылдасым келіп. Іште менің атымды сатып, жеңіл ақша тауып жүрген жалған қалдығызды ұстап бермекші болдым да, ол ойымнан тез айныдым. Ұстап берсем, мен мұнда жұмыс істеп, өмір сүре алмаймын. Бухгалтер қыздың сыбайластары мені сөзсіз сүріндіреді. Оның үстіне мына шалағай тергеушілерге жыным келді. Менің жалақымды шегіртпеу үшін анықтама жазып бер, дедім тергеушіге. Қазір жазып беремін, қазір жазамын, деп лып-лып етеді. Олар айтқан сөздерінде тұрды. Тәркіленген ақшаны түгел қайтарып берді. Көк белдеулі УАЗ бен вокзалға жеткізіп салды. Мен келген бойда өзіміздің бухгалтерияға кірдім. Танауының үстінде меңі бар сары қыз қасын теріп отыр екен. Полиция берген анықтаманы алдына қойдым. Ол мырс етіп күліп жібере жаздады да өзін өзі ұстап қалды. Бірақ езуінде кекесін күлкі қалып қойды. Мені өзінше менсінбей басынып отыр. Полицияға түсіп, нені білдірдің, деді көзі ойнақшып. Оның осы сөзі ішімді тұнып жатқан ызаны қоздырып жіберді. Жан-жағыма бір қарап қалдым да ананың құлағына: сенің артыңды жабамын деп сарсаңға түсіп жүрмін. Сен рахатқа батасың, менің атым былғанады. Табысыңның тең жартысын бермесең, алдыңғы түні бірге болған сары сапалақ көк көз еркегіңді, өзіңді қорғап жүрген Кришаңды түгел қатар қойып беттестіремін. Қане шығар ақшаны, дедім де өзім берген анықтаманы қайтадан алып қойдым. Сен не деп сандырақтап тұрсың, деген анау сұп-сұр болып кетті. Сандырақтап тұрған жоқпын. Саяхат қонақ үйіне күнде кешке саяхат жасап, менің атымды сатып, ақша тауып жүргенің өтірік пе? Өтірік десең тап қазір тиісті орынға хабар беремін. Саған Криша болып жүргендер қоян болып безіп кетеді. Ал өзің рас ресторанда арақ ішкендерді бопсалап ақша тауып жүрмін. Қалдығыз болып танысатыным да рас. Десең, ешкімге жария етпеймін. Екеуміз келісеміз. Қане, бұған не дейсің? Сыртқа шығайықшы, деді ол жан-жағына жалтақтап. Сыртқа шықтық. Оңашалау жерге барып тұрдық. Менің қалдығыз болып танысқанымды қайдан білдің? Сенің қоқаңдағаныңнан қорықпаймын. Жаңа бухгалтериядағы адамдардың көзінше шу шығарғым келмеді. Сен өзі маған не істейсің? Қолыңнан не келеді, деп күшейіп шыға келді. Сен менің атымды, мекен жайымды айтып, тәніңді сатып, былғанып жүргенің аздай, енді өзіме ашық шабуылға шыққың келіп тұр ғой. Қой, сенімен сағаласып береке таппайды екенмін. Бар, көзіңді бояп, түнгі даярлана бер, деп бұрыла беріп едім, білегімнен ұстай алды. Тарт арам қолыңды, дедім, тістеніп. Қалдығыз, кешірші, бір білместік өтті. Затымыз әйел ғой. Өткен жолы шығарған шуың бәле болып, бастық маған сөгіс жариялаған. Соңғы ескерту жасаған. Енді қайталанса, қызметтен кетесің деген. Сол үшін саған ерегісіп, сені сыртыңнан сатқаным рас. Кешірші, деп еді мен. Бұл жолы қызметтен кетіп, түрмеге түсесің. Шантаж жасап, ақша табуды зонада жақсы үйретеді. Мені түрмешіктеп, елдің көзінше жер етіп едің. Есіңде ме? Түрмешіктің қандай болатынын енді өзің көресің. Кет жолымнан, деп қолын
сілкіп тастадым. Қалдығыз, жаным, кешірші, құлың болайын. Сол түні тапқан ақшама ақша қосып берейін. Аттон айыбым болсын деп алдыма тізерлеп отыра қалды. Зонада жүргенде қандай қылмыскер болса да бір-бірімізге аяушылықпен қарап, түрмені дұшпанымның басына бермесін деп тілейтінбіз. Мына қызда жаңылыс болып қателесіп жүрген шығар. Оны сотқа бергенде маған келер кетер ештеңе жоқ. Одан да менің адал жанымды, атымды сатып тапқан арам ақшасын алайын. Оған арам, маған адал ғой деп ойладым. Жарайды, кештім. Ақшаңды кел. Содан соң бухгалтерлік есеп қисабыңды жаса. Мен жұмыстан шығамын. Себебін білесің. Сен атымды бұлғадың. Ашумен бір күні өзіңді жазым етуі мүмкін дедім оған. Әдейі қорқыттым. Мақұл, кешкі 5-ке дейін бәрін қанттай етіп реттеп қоямын деді ол. Алаяқ қыз ақыры ұсталды. Сол күні жұмыстан босап, әлгі меңді қыздан қомақты қаржы алып, атым шыққан саяхат қонақ үйін сұрастырып жүріп тауып алдым. Сонда жұпынылау арзан нөмірге жайғастым. Ойым пәтер іздеп тапқанша қонақ үйде тұру, сосын балалардың сабағы біткен соң ауылға кету. Іздеп жүріп жеке пәтер таптым. Ақша бар, бірақ қысып ұстаймын. Бір кафеге ыдыс аяқ жуушы болып орналастым. Күні түні кеш қайтамын. Бір күні сол кафеге темір жолдағы танауының үстінде қалы бар қыз, жалған қалдығыз 2 жігітпен келді. Мен оны байқамаған болып, тірлігімді істей бердім. Бухгалтер қыз ыдыс аяқ жуып жүрген мені ана жігіттерге сыртымнан көрсетіп, әлденелерді айтып отыр. Жігіттердің түрі бұзылып кетті. Мен жаққа жақтырмай қарайды. Қалдығыз кеп отырмай, мен жаққа жалтақ-жалтақ қарап, кафеден шығып кетті. Ана 2 жігіт ұзақ отырды. Кейін олар да кетті. Түнгі 12-ден асқан кезде мен де үйге қайтатын болдым. Пәтерім жақын еді. Күнде жұмысқа жаяу барып, жаяу қайтамын. Көшеге шыққаным сол еді, жаныма бір жеңіл машина келіп тоқтай қалды. Ішінен бір жігіт шықты да, қарындас, үйіңізге апарып салайық, машинаға мініңіз деді. Рахмет дедім де, ілгері жүре бердім. Қане отыр машинаға деп, анау білегімнен шап беріп ұстай алды. Мен шегіншек дедім де, жағымнан шапалақпен салып қалдым. Ой сайхал деп, ол қайта ұмтыла берген кезде, бұтының жанды жерінен аямай бір тептім. Анау ыңырсып, жүрелеп отыра кетті. Екіншісі машинадан шыға бергенде, мен кері қарай жүгіріп кафеге кіріп кеттім. Кафе иесі, қалдығыз не болды деп, үрейлене қарап тұр. Мына біреулер, дедім, қуып келген жігіт. Бері кел, деп маған ұмтылды. Мен қожайынның артына тығылдым. Сол жерде алысу, жұлысу, төбелес басталып кетті. Қожайын егде кісі еді. Анау жас жігіт. Ана кісінің алқымынан қысып, қылқындырып өлтіретін түрі бар. Бардың алдында тұрған бос шөлмекке көзім түсті. Соны алдым да жігіттің басына бір-ақ ұрдым. Шөлмек сынбады. Анау сылқ етіп жерге құлап түсті. Сол кезде оның серігі де келіп жетті. Ол жерде сұлап жатқан досын көріп, тұра қашты. Қожайын полицияға жедел жәрдемге телефон соқты. Келген дәрігерлер жігіттің басын таңып берді де, өлмейді деп қайтып кетті. Полиция қызметкерлері бізге арыз түсініктеме жаздырып алып, ана жігітті өздерімен бірге алып кетті. Таңертең бізді бөлмеге шақырған. Бір кезде қалдығызды алып келді. Жалған қалдығыз. Сөйтсек, түнде таяқ жеген жігіт ағыннан жарылыпты. Кафеде әдемі қыз жұмыс істейді. Өзі жетім, өскен. Қорған болатын ешкімі жоқ. Соны бір рет түсірсеңдер, ол кейін сендерге ермек болады. Осы жұмысты тындырсаңдар, сендерді ресторанға отырғызып әбден тойдырамын деп, бізді
Сәлима жұмсаған еді деп бар шындықты жайып салыпты. Арамдығын қоймаған қызды аяйын ба? Болған оқиғаларды түгел баяндап, түсініктеме жазып бердім. Сұрақ алып отырған жігітке, мен қаладан кететін едім. Мені қайта-қайта шақырып, әуерлей бермеңіздер деп айтып кеттім. Қалдығыз енді ауылда қалды. Балалар үйіне барып, қос ұлымды жетелеп, осы ауылға келдім. Ауылға келер ме едім, келмес пе едім. Заттыбегім мынау, затаным ғой. Мама, ауылға барайық. Алғашқыда қиналармыз, кейін бәрі жақсы болады деп қоймаған. Жиған терген ақшам бар. Соған қалқайтып бір баспана салып алармын деп көз жұмып кірісіп едім. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Енді міне, жарқыратып үй салып бердіңіздер. Сіздерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Өз өмірім жайлы бәрін бүкпесіз түгел жайып салдым. Ендігі билік өздеріңде. Жүрген жерің ылаң, дау думай екен. Жолың анау десеңіздер, оған да көнемін, деген Қалдығыз төмен қарады. Бәріміз үнсізбіз. Үнсіздікті әдеттегідей Малдыбай атамыз бұзды. «Я, балалар, сендер не дейсіңдер?» деп сұрады да, ол бәрімізге жағалай қарап. Үнсіздік. Ұшқан шыбынның ызыңы естілетіндей. Қалдығыз қарағым. Шындықты айту да ерлік. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Сенің де шалыс басқан қадамдарың бір басыңа жетеді екен. Бірақ енді аяғыңды нық басып, екі перзентіңді ел қатарына қосуға міндеттісің. Ал балалар, сендерден өтініш. Бұл баланың сыртынан пыш-пыш әңгіме айтушы болмаңдар. Өзі секілді тек бетке айтыңдар. Менің айтарым, Қалдығыз қызым екі перзенті мен біздің ауылдың азаматы болып саналсын. Ата рахмет, сіздің жасыңызды берсін. Қалдығыз ағынан жарылды ғой, енді ол біздің ауылдың адамы деп жан жақтағылар гуілдеп кетті. Қалайық, бір сәтке тынышталыңыздар, деген әкім қолын жоғары көтерді. Құрметті ауылдастар, маған бір тың ой келді. Мынау ортамызға келіп қосылған отбасыда мал жоқ, не жұмыс жоқ. Ауылда дайын тұрған жұмыс болса да жоқ. Менің ойым, монша салайық. Асарлатуда тәжірибеміз бар. Ауылға монша қажет қой. Қажет, сол моншаны жағып, ысытып, жуып, шаю жұмыстарын Қалдығызға тапсырсақ, деді. Әкім дұрыс айтады. Ауылымыз моншасыз күн кешуде, деді бір жігіт. Әкім болған соң басы істейді де, мәледес, деді әкімнің бір құрдасы. Асарлатсақ моншаны да бір айда бітіреміз. Ұрыста тұрыс жоқ, демекші қашан бастаймыз деп жиналғандар гуілдеп кетті. Сүйектен өтетін сөздің салдары. Қара көзге дейін асарлатып моншаны да бітірдік. Монша екі бөлімнен тұрды. Бір күні моншаға түсіп, сыртта терімізді басып, жүздетіп отырғанбыз. Жанымдағы бір жігіт, аулымызға конократ қатынның келгені дұрыс болды, монша салып алдық, деп еді екіншісі. Давай, Қалдығыз үшін деп, қолындағы кесесін көтеріп, ішіндегі арақты көмейіне төңкере салды. Алдымызда тіске басар ештеңе жоқ. Тос айтқан сері басындағы әбден терсіңіп, майланып кеткен шәпкесін мұрнына басып ұзақ иіскеді. Мен закускасыз іше алмаймын, деп өзіме ұсынған кесе толы арақтан бас тарттым. Шіркін-ай, өзің кісі болып қалыпсың ғой. Қалдығызға жақсы атанғың келіп тұр-ау, деп дарақылана күлген құрдасыма. Жақтырмай қарадым да. Абайламай сөйлеген ауырмай өледі деуші еді. Не деп оттап тұрсың, дедім. Ей Қапаш, сен айтшы, менің сөзімнің жаны бар ма, жоқ па? Бұл соққан Қалдығыз осы ауылға келгелі, осы үйдің жанынан шықпайды. Өтірік пе? Ұры қатынға үй салып берейік деп,
Малдыбай шалға бірінші болып жүгіріп барған кім? Мен бе? Әрине сенсің. Міне содан бері күніге осы үйге бір соқпасаң, ішкен асың сіңбейтін секілді. Оны жалғыз мен емес, бүкіл ауыл біледі. Сен әлде бәрімізді соқыр дейсің бе? Деп Қалкен шындап барады. Мен сені қалжыңдап отыр десем, шындап барасың ғой. Жап аузыңды сұмырай. Әйтпесе қазір, дедім ашуға булығып. Әйтпесе не істейсің? Шауып аласың ба? Кеңірдегіңді суырып аламын. Қалекен дүкенші Тәліптің інісі ғой. Ағасының 2 биесін алып кеткен қалды қызға ызаланып ылғи тісін қайрайды да жүреді. Қолыңнан келсе суырасың. Мықты болсаң баста. Маған да сол керек. Сол шайқас болып біреуміз мерт болсақ дұрыс болар еді. Тергеу тексеру басталса, кімнің кім екені анықталар еді. Сенде сау сиырдың боғы емессің. Қарақшы қатынмен сыбайлассың. Тәліп көкемнің қос биесін сыбайласыңа шығарып берген сенсің. Осы қатынмен сыбайлас болмасаң, неге бір бүйрегің бұрып тұрады? Сен қарақшы қатынмен сыбайлас көңілдессің. Деген кезде орнымнан атып тұрып, тұмсығынан бір-ақ соқтым. Ол шалқасынан түсті. Быттиған бетіне және бір соққы бермекші болып, үстіне қонжия кетіп едім. Қапаш арт жағымнан келіп, қапсыра құшақтап жібермей қойды. Бұл кезде мұрнынан қам тамшылаған Қалекең орнынан атып тұрды. Менің ашық қалған мұрныма енді оның күс-күс жұдырығы сарт ете қалды. Көз алдымда найзағай ойнап өтті. Есімді жиямын дегенше анау иегімнің астынан періп қалды. Қапаш екеуміз бірдей шалқамыздан түстік. Жалмажан атып тұрдым да, тәңәнәлет, сенің кесіріңнен соққы жедім деп, жығылып жатқан Қапаштың аузынан бұрырдым. Арашаға бір шаршы деген рас екен. Екі ортада Қапаш таяқ жеді. Қалекең екеуміз алысып жүрміз. Бір-бірімізді тебеміз, баспен ұрамыз. Бет аузымыз қызыл алақан. Бірің өліп бірің қал. Қай жеңгенің менікі деп Қапаш анадай жерде жүрелеп отыр. Түкіріп қояды. Оның да аузы қанапты. Үйінен жүгіріп шыққан қалдығыз жүр айғайлап. Ағалар, қойсаңдаршы, сіздерге не болған, деді шырылдап. Өрістен қайтқан малдың алдынан шыққан бала-шаға у-шу болып бізді қоршап алыпты. Қалекең екеуміз топыраққа әбден аунадық. Үстіміздегі киіміміз пора-пора болып жыртылып, таусылуға айналды. Бір кезде, «Ей, көргенсіздер, қане тоқтатыңдар!» деген дауыс саңқ ете қалды. Жалт қарасам, бұрын әдебиеттен сабақ берген ұстазымыз Зейнеттегі Қасымбек ағайымыз екен. Ол келе сала қолындағы таяғымен әуелі менің жауырынымнан, одан соң Қалекеңнің жауырынан періп-періп қалды. Қызық көріп тұрған балалар ду күлді. Қасымбек ағай балаларға қарап, «Барыңдар түгел, кетіңдер!» деп таяғын сермеп қуып салды да бізді шақырды. Басымыз салбырап тұр. «Атақсақалдарың ауыздарыңды жапқанда, бұл не масқара?» дейді тістеніп. «Мынау ғой, айдаладағы қатынды қызғанып», дейді Қалекең. «Ей, не деп былжырап тұрсың?» деп ағай ала көзімен ананы ата қарады да маған қарап, «Сен не дейсің?» деді. «Ағай, ол оттап тұр. Сөзімізге куә Қапаш. Мынау маған ұрысың, қалдығызбен сыбайлассың деп күйе жақты. Содан шыдамай бірінші қол жұмсадым», дедім. «Ал Қапаш, сен айт, мына екеуінің қайсысы дұрыс айтып тұр?» Қапаш қипақтап, «Ұрыстың басы боқ жеме» дегендей, негізінде ерегісті бастаған Қалекең. Үшеуміз құрдаспыз. Бірақ Қалекеңнің жазықсыз жала жапқаны рас. Мынаның намысына тиетін сөздер айтты. Екі ортада бұларды ажыратамын деп, өзім соққыға жығылдым. Қап, бала-шағадан ұят болды. Үйдегі келіндеріңіз
естісе енді талайға дейін басылмайтынын әңгіменің арқауы болатын болды деді күйініп. Қасымбек ағай ойланып тұрды да, әңгіме болмасын десең, бір тоқтыңды сойда, ауылдағы 5-6 қарияның басын қосып, мына екеуін шақырып, қол алыстырып жібер. Ой ағай, не деп тұрсыз? Бұл екеуі болмашыға төбелеседі, мен таяқ жеймін. Солай бола тұра, мен мал сойып шақырамын ба? Тоқты түгелі тауықта соймаймын бұлар. Дәнігіп алып, күніге төбелесетін шығар, деген Қапаш қолын бір сілтеді. Құрдастарымен татуластым. 2 күннен кейін Қапаш үйіне шақырды. Қариялардан ұялған болу керек. Оған дейін біздің үйде біраз дауыл болған. Әйелім ел шулап жүр. Сен Қалекең екеуін Қалдықызға таласып, қырғын төбелесіпсіңдер, дейді. Қанша ақталсам да сенетін емес. Қапаштың үйіне әйелімді ертіп бардым. Төбелестің мән-жайын өз құлағымен естісін деген ғой. Татуласу кешіне көп адам шақырылмапты. 5-6 қария, әкім, учаскелеп инспектор, біз және Қалдықыз ғана. Сөзді ауыл әкімі бастады. Жігіттер, Мешки деген жақсы ат емес. Қарадан қарап жүріп, төбелесіп, ортамызға қосылған Қалдықызды сөзге қалдырыпсыңдар. Осы күні әйелдер емес, еркектер өсек айтуға шебер болған ба қалай? Бұл өте ұят тірлік болды. Малдыбай атамыз өтініп еді ғой. Қалдықыздың сыртынан пыш-пыш әңгіме өрбітпеңдер деп. Ауылдағы суық әңгімені естіген соң, бұл қарындасымыз кеше үдере көшкелі жатқан жерінен тоқтаттым. Бұл сорлының суық жүрісін қайсың анық көрдіңдер? Көрсеңдер аямай бетіне айтыңдар. Мен өзім көшіріп жіберемін. Ондай дәлелдерің жоқ. Көріп сезіп отырмын. Олай болса, бұл адамға тыныштық беріңдер. Ал Қалекең, сенің аузың жеңіл. Сондықтан ана құрдасыңнан кешірім сұрап, қолын ал. Сен жас бала емессің. Енді әрбір сөзіңе есеппен қарайтын жасқа жеттің, деді. Қалекең келіп маған қолын созды. Мен оны қапсыра құшақтадым. Міне, сол кештен кейін мен Қалдықыздың үйіне мүлде жоламайтын болдым. Сырттай тілектес болып жүрмін. Қалдықыздың үлкен ұлы Заттыбек пысық болып өсті. Оның баста көздеген мақсаты қоян өсіру екенін Қалдықыз айтып еді ғой. Бала сол мақсатына жетті. Қалекеңнің қассапшылығы. Мен тракторымды тырылдатып, әрі-бері өткен сайын Заттыбектің тірлігіне көз қиығымды салып өтемін. Ол өзінің белінен келетін ор қазып, сол орға қоян жіберген көрінеді. Қояндарына шөп жұлып беріп жүргенін талай рет байқадым. Зымырап уақыт өтіп жатты. Заттыбектің қанша қоян асырағанын қайдан білемін. Бір күні моншаға шомылуға барғанмын. Қалекең құрдасым білегін сыбанып тастап қоян сойып жатыр екен. «Иә, соғым шүйгім болсын», дедім құрдасыма мысқылдап. «Айтқаның рас болса, тіліңнің жағыңа сүйенбей, мынау Заттыбекке көмектес. Немене, қоянды жығуға шамаң жетпей қалған ба?» «Ой, соққан. Сенің солай дейтініңді біліп едім. Қоянды союға емес, ұстауға көмектес деп тұрмын». «Ұстау қиын ба? Олар ордың ішінде емес пе?» деп Заттының қоян асырайтын орнына үңілдім. Заттыбек ордың ішінде шоқиып отыр. Үсті басы шаң-шаң. «Заттыбек, айналайын, не істеп отырсың?» дедім, жоғарыдан төмен үңіліп. «Тссс, үндемеңіз», деді ақырын сыбырлап. Ордың іші шұрық тесік екен. Қояндардың істеген тірлігі екенін түсіндім. Менде үн-түнсіз жүрелеп отыра қалдым. Бір кезде бір үнмен мұрттары жыбырлап, бір қоянның басы көрінді. Заттыбек қоянның құлағынан шап беріп ұстай алды. Сорлы қоян тыпырлап, жанталасып, аяғымен баланы тепкілейді. «Көке, мынаны Қалекең көкеме беріңіз», деп қоянды маған берді. Мен қоянды ала бергенде, ана бәлекет аяғын сермеп қалғанда, тырнағы алақанымның сыртынан осып жіберді.
қоян қолымнан шығып кетті де ордың ішіне топ ете қалды. Ой көке деген Заттыбек қоянның желкесінен басып қайтадан қос құлағынан ұстады да алды. Көке, өзім апарып берейін деп ордан шықты. Менің қолымның сыртынан пыш-пыш қан шықты. Бір қоянға шамасы келмеген сорлы деді құрдасым. Затан-ау, қояның көп пе? Мына көкең нешеуінің терісін сыпырып тастаған өзі, дедім таңданып. Сонау баста 4-еуін асыраған едім. Қазір көбейіп кетті. Нешеу екенін білмеймін. Ұраның ішін кеулеп ін қазып тастайды екен. Ұстауы қиын. Түнде індерінен шығып, бұлақ басына дейін жайылып кетеді. Апам қояндарың көбейді ғой, біразын сой, терісін ал, етін жеріміз деген соң, қоянды қалай соятынды білмеймін. Жаңа Қалекең көке моншаға келген екен, сол кісіден өтіндім дейді. Қояндарының көбейгеніне мәз болып. Осы кезде дорбасын иығына салып алған Қапаш келді. Дорбасындағы емен сыпыртқысы сорайып көрініп тұр. Ыстық бұханаға кіріп, біраз шапақталамақшы ғой деп ойладым. О-о-о, төңірекке қызыл алақан қылып жатқан қай қасап десем, Қалекең сарбаз екен ғой деп қарқылдап күлді. Менімен қол беріп амандасты да Қалекеңе қарап, сенің майлы қолыңды алып, жұғысты болсын дейін десем, соғымның арықтау екен дейді. Соғымды байлаған мен емес, Заттыбек мырза ғой. Бір кезде Қапаш ара шығып алғандай, ойбай, ей, деп ыршып барып Қалекеңнің қолынан ұстай алды да, ей, бәрін бүлдіріпсің ғой, деді. Нені бүлдіріппін? Нені айтып тұрсың? Деген Қалекең аң-таң болып тұр. Мен де ештеңеге түсінбей Қапашқа қарадым. Ей, соққан-ау, қоянның терісін осылай сыпырамай екен. Мына тері енді ештеңеге жарамайды. Ауысып қалғансың ба? Сойып жатқаның қой емес, қоян ғой. Қоян! Қалай бауыздадың? Көрсетші. Қалай, кәдімгі малды бауыздағандай? Қоянымды бауыздап терісін сыпырып бер деп сенен кім сұранды? Заттыбек пе, Қалдықыз ба? Қоянның қожайыны Заттыбек қой. Сол өмірі мал бауыздап көрмеп едім деп өтінген соң, мал бауыздап жүрген сенің тірлігің осы ма? Қандай кемшілік көріп тұрсың? Жұмбақтамай соны айтсайшы, дедім Қалекең құрдасыма жаным ашып. Екеуіңде өмірі ештеңе көрмеген сорлысыңдар. Қолдарыңнан келмейтін іске неге араласасыңдар? Қоянды қой секілді бауыздамайды. Тамағын кертіп, өңешін тіліп, қанын ағызады. Жаны толық шыққан кезде басын төмен қаратып асып қояды. Содан соң артқы шабын тіліп, төмен қарай терісін сыпырады. Терісін сыпырғанда қоянның бақайшағынан бастап бас терісіне дейін түгел терімен бірге алынады. Теріні теріс айналдырып, тұздап, қос шыбықпен керіп кептіреді. Соғанда миларың жетпеген бе? Қайдан білейін, мен күніге қоян сойып жүр дейсің бе? Деп Бекен танауының астынан міңгірлеп дөңке ағаштың үстіне отыра кетті. Иә ағалар, амансыздар ма деген Қалдықызға бәріміз жалт қарадық. Шерек ұстаған Қалдықыз жанымызға келгенде Қапаш. Айналайын қарындасым-ау, қазақта шымшық сойса да қассап сойсын деген сөз бар. Мына қассапты қайдан тапқансың? Қояндарыңды бауыздап, бәрін быт-шытын шығарып, қырып тастапты. Терісін түкке жарамайтын етіпті. Қойыңызшы, жылқы емес, бар болғаны қоян ғой, деген Қалдықыз күліп, бауыздалып терісі сыпырылған қояндарға қарады да, сол жымиған күйі баласына қарап, Затан, неше қоян сойғансың? Деп сұрады. Апа, 6. Жарайды, жетер. Басқалары өсіп көбейе берсін. Сен баққан малдың дәмін көрсін. Мен қазір қуырдақ пісіремін. Аға, 1-2-ін маған беріңіз деп Қалекеңе қарап еді ол. Өмірімде бірінші рет қоян сойып, сөзге қалдым.
Бұл қоян жарықтықтың етінде жеп көрмеппін деп риясыз күлген болды ол. Кім жеп көріпті дейсің? Мен де сен сияқтымын. Қоянның қасабы Қапаш көрінеді ғой дедім. О, өзіміз талай қоянның басына су құйғанбыз деп Қапаш өзінше риза болып қалды. Біз интернатта жүргенде қоянның етін көп жейтінбіз. Еті тауықтың етіндей деп Заттыбек үлкендердің сөзіне қосылды. Қалдығыз. Терісі бүлінсе бүлінген шығар. Еті таза ғой, таңсық ас қой. Сіздер моншаға кіріп шыққанша мен қуырдақ дайындап қояйын деп екі қоянды алып үйіне беттеді. Ешкім оған әуере болмай-ақ қой деп айтпады. Қоян етін алғаш рет жедік. Моншадан теріміз бұрқырап шықсақ, қуырдақ дайын екен. Иісі танау қыдықтайтын таңсық астан қарбатып асап отырмыз. Тамаша, бір кемшілігі бар екен деп Қапаш сөзінің соңын жұтып қойды. Ол не? Қандай кемшілік деп шай құйып отырған Қалдығыз елең ете қалды. Ешқандай кемшілік жоқ, бәрі тамаша. Айналайын Заттыға рахмет, өмір жасы ұзақ болсын. Біздің ауыл білмейтін мал өсіріп, бәрімізді таңдандырып отыр ғой дедім. Аға, ол қандай кемшілік? Соны айтсаңызшы деп Қалдығыз қайтадан Қапашқа қарады. Жәй, әшейін айтқаным ғой. Бәрі тамаша, бәрі жақсы деп ыржиып отырған Қапашқа жақтырмай қараған Қалекең. Бұның ойын мен біліп отырмын. Мынау керемет дәмді ас алдында 100 грамм арақ болса деп соны аңсап отыр. Бар кемшілігі сол ғана. Ол кемшілікті де жөндейміз. Бір қажетке жарап қалар деп алып қойып едім. Өткенде көмір түсіріп берген жігітке беріп едім. Ат-тонын ала қашып алмай тастап кетті. Сіздерге бұйырған ғой деп лып етіп орнынан тұрып, үйден бір шөлмек арақ алып шығып, дастархан шетіне қойды. Айналайын, мұның бекер болды ғой дедім. Затанымның тырнақ алды еңбегі ғой. Алдыңыздар, ішіңіздер. Жеп, Затанға баталарыңызды беріңіздер. Мен сіздерге бүкіл ауылға ризамын. Аллаға шүкір. Міне Затаным да азамат болып, қой болмаса да қоян сойып қазанға ет түсіп қарық болып отырмыз. Айналайын, аман болыңдар деп Қалекең сөз бастап келе жатыр еді. Мен, иә, Затан мен Серіктің өмір жасы ұзақ болсын. Адал еңбекпен тапқан мал ғой. Қоян да жануар ғой. Затанның еңбегі жана берсін. Қане, сол үшін алайық деп едім, құрдастарым қостай жөнелді. Өмірімізде бірінші рет қоян етін жеп, мәз болып отырмыз. Көзім Қалдығызға түсіп кетті. Оның көзі жасаурап, жәудіреп, ұлына сүйсіне қарап отыр екен. Көзіндегі қуаныш жасы екенін түсіндім. Құрметті оқырмандарым, осы тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңізді қалдырып, қазақша арнама қолдау білдіріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина Полатқызы. Келесі видеода кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.